елестетіп көріңізші. Тіпті бүгінгі ең үлкен ақ акуладан да үлкен акуланы. Бұл қиял емес, шын мәнінде өмір сүрген мегалодон деп аталатын акула. Үлкен тіс деген мағынаны білдіретін, мегалодон миллиондаған жылдар бұрын мұхиттарда өмір сүрген, өзінің болмысының дәлелі ретінде тек үлкен тістерін қалдырған. Адам қолынан ұзын кейбір тістер қызығушылық пен қорқынышты тудырды. Олар шынайы су асты алыбының бейнесін салды. Мегалодонның хикаясы таң қалдыратын және жұмбақ хикая. Бұл алып акула ғалымдарды да, әңгімешілерді де қызықтырады. Бұл біздің ғаламшарымыздың мұхиттарында бір кездері гүлденген тіршіліктің керемет күші мен әртүрлілігін еске салады. Мегалодон шынымен алып болған. Ғалымдар оның ұзындығын 15-18 метр деп есептейді. Бұл мектеп автобусынан да ұзын. Оның үлкен жақтарында етті жыртуға арналған тісті тістер қатары болған. Әрбір тіс 20 сантиметрден ұзын болуы мүмкін. Бұл тістер ең көп таралған мегалодон қазбалары. Олар бізге бұл ежелгі жыртқыштың күшін түсінуге көмектеседі. Киттің бас сүйегін мүжіп тастайтын шағу күшін елестетіп көріңізші. Мегалодон кайнозой дәуірінде шамамен 23 миллион жылдан 3,5 миллион жылға дейін өмір сүрген. Бұл уақытта ол мұхиттарды билеген. Қазбалар мегалодонның әлем мұхиттарында өмір сүргенін көрсетеді. Олар ең жоғарғы жыртқыш болған. Олардың тамағына киттер, дельфиндер және басқа да ірі теңіз жануарлары кірген. Мегалодонның тіршілік ету үшін жылы су қажет болды. Олар жем көп болатын жерлерді ұнатқан. Мегалодонның жойылуының нақты себебі әлі күнге дейін жұмбақ болып қала береді. Дегенмен, ғалымдар бірнеше фактор әсер еткен деп санайды. Бір мүмкіндік климаттың өзгеруі. Мұхиттар суып бара жатты. Бұл мегалодонның жеміне әсер еткен болуы мүмкін. Азық-түлік үшін бәсекелестік күшейді. Қазіргі заманғы киттердің ата-бабалары сияқты жаңа жыртқыштар пайда болды. Осы факторлардың жиынтығы құдіретті мегалодонның азаюына және ақыры жойылуына әкеп соқтырған болуы мүмкін. Олардың жоғалып кетуі бір дәуірдің аяқталуын білдіреді. Бізге табиғаттың күшін және біздің ғаламшарымыздағы тіршілік пен жойылудың үнемі бейін еске салады.